шөлде өмір сусыз болмаған. Жаңағы су өмір дейді ғой. Осы шөлде қазылған құдықтардың барлығы мәлім бір тайпалардың, көбінесе кіші жүз тайпаларының құдықтары. Оның жасыратыны жоқ. Сонау Қызылордадан жаңағы Ырғыз өлкесінен бермен қарап бастап жаңағы жасаған тайпалар осы арада өкілдері болған. Сол осы шөлдегі құдықтардың барлығы сол адамдардың атында. Бұларға келгенімізге біздердің 100 жылдан емес, 1000 жылдан асып кеткен ата-бабамыздың қоныстанған жері. Кешегі кезде тарихымыз бойынша бұл жерлерде үлкен-үлкен абыройға ие болған азаматтарымыз өткен, аталарымыз өткен, батыр, ақылшы би аталарымыз өткен. Қазақтың ең бірінші жоғарғы оқу орны Ташкентте ашылған. Ташкентте Казахский высший педагогический институт. Үйірді 3 адам ректор болып істеді аз уақыттың ішінде. Қазақ халқының көршілес Өзбекстан жерінде қоныстану тарихы әріде жатыр. Дерек көздеріне сүйенсек, бұл жер 16-17 ғасырларда Самарқандты билеген Жалаңтөс батыр мен хандардың орталығы әрі қазақ руларының көшіп қонып жүрген өлкесі болған. Кейіннен патшалық Ресейдің орталық Азияны отарлау саясаты кезінде Ташкент шаһарында құрылған Түркістан генерал-губернаторлығының құрамына Қазақстанның оңтүстік бөлігі енген болатын. Сол кезде қазақ ауылдары біраз қуғынға ұшырап, жергілікті халықтың арасына сіңіп кеткен көрінеді. Ал кеңестік өкімет орнағаннан кейінгі жылдары қазақ халқының басынан талай зобалаң заман, тағдыр тәлкегі өткені белгілі. Елді жайлаған ашаршылық, күшпен ұжымдастыру, репрессия тұрысында талай қандасымыз көршілес Өзбек жерінде бой тасалап, пана тапқандығын қазақ зиялыларының жүріп өткен жолдарынан көреміз. Найзасының ұшы қайырылғанда да, тұлпары ақсап майырылғанда да, арыстарынан айырылғанда да жасқанып жаудан ықпаған қазақ. Десекте Қазақстанмен іргелес жатқан елде ағайындарымыз аз емес. Әлем бойынша сыртта жүрген қазақтардың ең көбі Қытайда десек, одан кейінгі орын Өзбек жерінде тұрып жатқан бауырларымыздың еншісінде тұр. Мұндағы қандастарымыздың саны 1,5 миллионға жуықтайды. Олардың дені Қарақалпақстан автономиялы республикасында, сондай-ақ Ташкент, Жизақ, Бұхара, Науаи облыстарында шоғырланған. Өзбекстанның солтүстік батысында орналасқан Науаи облысының өзінде 50 мыңға жуық қазақ бар. Олар Кенемих, Үшқұдық, Тамды аудандарында қоныстанған. Бұл ел ескі тарихта Тауелібай деп аталған. Тауелібай деп аталуында өзіндік себебі болу керек. Халқы қонақшыл, базарға жақын, шөл менен дейхан жерді байланысып тұрған жер болған. Сондықтан да бұл жердің халқы өзінің ескі қазақ салтын сақтап қалған, қаймағы бұзылмаған. Қазақ қайда жүрсе де өзінің салт санасы мен әдет ғұрпын жоғалтқан емес. Бабалардан келе жатқан ұлттық құндылықты көзінің қарашығындай сақтап отырған Өзбекстандағы ағайындар келін түсіріп, өрісін кеңейткен қуанышын тойлап жатты. Ағайын бір кәдеге жарайын, бетін ашып келіннің көрімдігін алайын. Жылқы берсең бие бер, кем болмасын түйеден, қой берсеңіз ағынан болмасын және. Келін түскеннен кейін, бетін ашқаннан кейін үлкен аталар, әжелер осының қолынан шай ішеді. Жаңа енді шайды мынандай жай әдемілеп, асықпай, кітті аталарының несінен алып, осы дәстүрді үлкен кісілер ішеді. Бірінші келін аталардың өзінің сүйікті атасы, әжесі болады, енелері, онан кейін жақын жуықтары, туыстары осы келіннің қолынан шай ішеді. Қазақ халқының салты бойынша келін шай бұл жаңа түскен келінге үлкен жауапкершілік жүктейтін, әрі оның төзімділігіне сынмен қарайтын сәт. Рәсімнің соңында көпшілікке биязы мінез көрсетіп, шайды баппен құйған келінге қариялар ризашылық білдіріп, батасын береді. Осы келген келіннің қадамы қайырлы болсын, құтты болсын,
өніп өссін, өзі де өніп өскен жерге келіп түсіп тұр. Халқының қалаулысы, елінің елеулісі болсын. Бақытты, дәулетті, малды жаның қатарының алды болсын. Балам бақытты, міне өмірің ұзақ, денің сау болып, әрқашан осы мына алтын бесікте әлді ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Ақжаулықта анасын, көпті көрген дана қариясын құрмет тұтқан қандастарымыз жиын тойларда халқымыздың әдет ғұрпын үнемі дәріптеп отырады. Әсіресе жиналған қауым алдында және дастархандағы табақты иіліп алғанда жасалатын жас келіннің сәлем салу салтының орны бөлек. Бұл босаға аттаған жастың үлкенді сыйлай білетіндігін әрі әдептілігін білдіреді. Ұлын ұя қызын қияға қондырған қазақ халқы бала тәрбиесіне ерекше мән беріп отырған. Үшқұдық ауданына қарасты Мыңбұлақ ауылында 157 отбасы тұрады екен. Мұндағы қазақ ағайындарымыз негізінен қой шаруашылығымен айналысады. Өскелең ұрпақтарының бойына ұлттық салт сананы жастайынан сіңіріп, олардың қазақи мінездерін қалыптастырған қандастарымыз атамекеннен жырақта жүрсе де, қазақ тілінің қаймағын бұзбай сақтап келеді. Композитор Шәмші Қалдаяқовтың тамды аруы тап осы ауылда дүниеге келген екен. Бұрымды Мыңбұлақта туған ару, сол жердің 1001 бұлағындай деген жыр жолдары осы жердегі Ақсұлу атты қазақ аруына арналған деседі. Өйткені бұл жақтағы әйел аналардың қолынан шыққан қолөнер бұйымдарын көргенде, әнге арқау болған ардақты жандардың он саусағынан өнер тамған шебер болғандығына ешқандай шүбә келтіре алмайсыз. Киіз үйдің барлық жабдығын өз қолдарымен дайындап, безендіретін қазақ әйелдері ұлттық өнерді жаңғыртып, заманға сай жалғастырып отыр. Ой өрнегімен көмкерілген түскиіздердің дайындалу барысында үлкен шеберлік пен төзімділікті талап ететін жұмыс. Біздер күз айында қой қырқымда киіз маусымы басталады, сентябрь айында. Ақшыл қойларды қырқып алып, соны бірінші сабаймыз, одан ыстық су қайнатып, соны басамыз, қарпимыз, сөйтіп пішіп, осы киіз үйімізді жабдықтап отырамыз. Текемет басамыз, мына төселген текеметтер бойынша іргелік бар, барлық осы қойдың жүнінен болады да, бояймыз оны. Әйтір сөйтіп, бәрін осы әшекейлеп отырамыз. Кезінде Өзбектің атақты Ялла ансамблінің орындауындағы Үшқұдық әні кеңестер одағына кеңінен тарағаны белгілі. Сол атақты Үшқұдық ауданында біздің қарагөз қандастарымыз тұрып жатыр. Жергілікті халықтың 50%-ын қазақтар құрайтын шағын қалада негізінен алтын кені қазылып, тұз өндіріледі екен. Территориясы жағынан ең үлкен аудан болып табылатын Үшқұдықта бірнеше өндіріс ошақтары бар. Солардың бір қатарын қазақ азаматтары басқаратындығы көңіл қуантады. Өйткені сыртта жүрген ағайын өзінің ұлтына кір келтірмей, еселі еңбекпен биік беделге ие болып отыр. Ал аудан іргетасының қалануына қазақтың ауқатты азаматының рөлі мол болған. Үшқұдық бар. Ол осы жердегі әйгілі бай Майдабек байдың құдығы болған. Сол Майдабек байдың малынан өз еркінен бергеннен осы ауданда 1926 жылы 3 жақ серіктік құрылған. Міне осы Тамды ауданының ашылуында, Үшқұдық ауданының ашылуында Майдабек байдың рөлі өте күшті болған. Қазақтан шыққан танымал тұлғалардың жақын жұрағаттарын өзбек жерінен де кездестірдік. Бұл кеңестік заманда комсомол жетекшісі болған жалынды жас қайраткер Ғани Мұратбаевтың аталас шөбересі болып келетін ардақты ана Шаргүл Рыстығұлова.
Қызылорданың Қазалы ауданынан осы жерге келін болып түскен ол Өзбекстанда білім алып, 35 жыл ұстаз болған. 2 ұлынан 6 немере, 3 шөбере сүйген зейнеткер бүгінде немересінің қолында тұрып жатыр. Өзінің шыққан тегін ұрпақтарына үнемі айтып отыратын қария, балаларының да сол азаматқа ұқсап биікке көтерілгенін қалайды. Ғани енді 1879 жыл туылған. Мені әкем 73 жыл туылған. Мені әкем онан ағайын жігіттің балдары ғой. Үлкен болғандықтан Ғаниді аға дейміз. Бүгін Қазақстан Ғани кәртеймай өлгесін Ғани аға деп сөйлеп жатыр ғой. Ата деп айтпаймыз, Ғани аға деп сөйлейміз деп. Ол енді арғы бабаларымыз туыс, Ғанидың өзінің ет жақын туысынан ешкім қалмаған. Үшқұдықтағы қазақ мәдени орталығының төрағасы Қайырбай Дымбаев. Осы жерде туып өскен ол ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, мұндағы қандастарымыздың басын қосып жүрген іскер азамат. Отбасында ұлттық өнерімізді жоғалтпау керектігін балалары мен немерелеріне күнделікті айтып отырудан жалықпайтын Қайырбай Жұмағұлұлы атамекеннен алыста жүрген әр қазақтың жүрегінен тіл, дін, салт сана ешқашан өшпейтіндігін айтады. Ауданымызда 18 мектеп бар, соның 14-і қазақ мектебі. Сол себептен ол жөнінде бізде қиыншылық жоқ, қазақ тілін білмейтін қазақ жоқ. Және осы қазақтың жастарды, кейінгі жастарды 30 жасқа дейінгі сайыстар жүргіземіз бе деп отырмыз, күй тартудан жарыс. Жылда сол ән күйден жарыс болады жастарда. Ел іші, өнер кеніші дегендей, Үшқұдықтағы мәдениет үйінде бірнеше ұлт өкілдерінің көркем өнерпаздар ұжымы орналасқан. Солардың қатарында қазақ жастарының да орталығы бар. Қызылғұм саз атты ұлттық ансамблі мен Елес тобы аудан жұртшылығын әсем ән, көмірлі күйге бөліп жүрген талантты жастардан құралыпты. Үшқұдық ауданында және де көршілес Тамды аудандары бар. Сол аудандарға әр мейрамдарда, әрбір жаңағы нелерде біз концерттік бағдарламамен барып концерт қоямыз. Біздің мәдениет сарайымызда өнерпаздардың көпшілігі көп деген шет мемлекеттерде ән фестивальдарда, байқауларда жүлделі орынға ие. Осы бірнеше жылдан бері конкурстарда қатынасып, осы халықтың алдында осы мәдениет сарайымыздың қазақ өнерін жоғары деңгейде ұстап келе жатыр. Сол бағытта әлі кейінгі ұрпақтарды тәрбиелеп, кейінгі жастарды тәрбиелеп, жастарға жол көрсетіп, осы мәдениет сарайында қызмет етіп жатыр. Тамды ауданы облыс орталығынан ең шалғайда жатыр. Солтүстік батысында оңтүстік Қазақстан және Қызылорда мен, ал оңтүстік батысында Наваи облысының Кенемих ауданымен шектеседі. 16 мың халықтың 70% қазақтар. Өзбекстандағы қандастарымыз тұратын жер су аттарының да тарихы да тереңде жатыр. Ашаршылық кезеңдерінде соғыс, қырғын, жаугершілік замандарында келіп осы жерді мекендегенбіз. Аталарымыз келіп осы тұрған жерімізде қоныстанып қалған. Бұның Тамдыбұлақ аталып себебі сол келген аталарымыз ең бірінші осы жерден келіп үй салған екен. Үйді бізде Там деп атайды. Сосын мынау көне Тамды деген жерімізде үлкен бұлақ болған. Сол судың жағасына келіп жайғасқан ғой. Сондықтан бұл жердің аты Тамдыбұлақ деп аталады. 1928 жылы іргесі қаланған аудан көне және жаңа Тамды деп екіге бөлінеді. Көне Тамды 10 шақырым жерде болса, жаңа Тамды соңғы 20 жылда бой көтерген екен. Ал жыл сайын керегесін кеңейтіп келе жатқан орталықтағы айтулы инфрақұрылымдардың бірі жаңадан салынған 80 орындық аурухана. Мұнда негізінен жастар еңбек етеді. Аудандық қазақ азаматы басқарады. Ал заманға сай құрал жабдықтармен қамтылған мекемеде қандастарымыздың абыройлы қызмет етіп жатқаны ұлтымыз үшін үлкен мақтаныш.
Осы жерде өзіміз мектептен оқыдық, кейін және институтта оқыдық, клинический ординатура бакалавр барлығын оқып, қазіргі күнде осы ауданымызға қайтып келіп, осы Жаңатамды өмірінде жұмыс қызмет атқарып жатырмық. Міне 7 жыл Бұхара облысында оқып келдім бакалавр бойынша. Одан кейін Ташкентте клинический ординатура терапия саласы бойынша және 2,5 жыл оқып келдім. Қазіргі күндерде міне осы жерде қызмет атқарып жатыр, өкінбеймін, ешқандай жақсы жағдай барлығына жақсы. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әммен тәтті күй деп, ұлы Абай айтқандай қазақ халқы қашанда даласын думанға бөлеген халық. Сондықтан тамды жерінен ұлттық өнерімізді дәріптеген талай қазақ баласын көрдік. Бәрде ата жұртқа деген асқақ сағынышын, күмбірлік күй, жүректің қылын шертер сазды әнімен жеткізіп жатты. Өйткені қазақ қайда жүрсе де Қазақстаны мен алыстағы ата мекені мен мақтанатыны ақиқат.